Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова зейнет жасын төмендету туралы сұрақтарға жауап берді. Жалпы зейнетақы жүйесі туралы айтылған кезде сіздер бір нәрсені білгеніңіз жөн. Біз 98 жылы зейнетақы жүйесін реформаладық. Сол реформаға сәйкес 98 жылдың 1 қаңтарына дейін еңбек өтілі бар азаматтар ғана мемлекеттен еңбек зейнетақысын алады. Содан кейін оған қосымша базалық зейнетақыны алады. Ал егер біз зейнет жасын төмендететін болсақ, онсыз да еңбек өтілі төмендеп келе жатыр. Зейнетақы да өте төмен болады, дейді Тамара Дүйсенова Сенатта тілшілерге берген сұхбатында. Министр азаматтардың зейнетке ерте шығу мүмкіндігі де бар екенін еске салды. Сондықтан азаматтар 98 жылдан кейін жинақтаушы зейнетақыға өз уақытында қосылып отырса, жарнасы дұрыс болса, 63 емес тіпті 50 жасында зейнетке шығып кетуге мүмкіндігі бар деп заңда жазылып қойған. Сондықтан да азаматтардың ең негізгі жұмысы зейнетақы жүйесінде уақытында қосылып, уақытында жарнасын төлеп отырса, зейнетке ерте шығуға толық мүмкіндігі бар. Бұл әйелдер ғана емес, ер адамдарға да қатысты, дейді еңбек министрі. Бұған дейін Тамара Дүйсенова ең жоғарғы және ең төменгі зейнетақы арасындағы айырмашылық азаятынын айтқан еді.